Қазір мен өзімнің тігіп жатқан көрпешемнің тысы бұл әлі бет жағы, соны көрсетіп өтейін, түсінікті болу үшін. Мына жер мінекейіңіз, бұл барлық флизелинденілген, барлық тауардың астары флизелинденген, мынандай ақ флизелиндеген болады, жапсырылады. Не үшін? Өйткені мынау бос салбырап бос болмас үшін. Бұлар тастай болып не қылады, әдемі сондай салбырап кетпес үшін. Сосын мына құрақтардың астарына да барлығына осындай жапсырылған, қарасаңыздар, оқтаудай болып тұр. Кейбір жерлерде, базарларда көрсеңіздер, бүрісіп тұрады ешқандай. Сосын мынандай несі бәрі бірдей. Узоры бірінің үстіне бірі мініп кетпейді. Теп-тегіс қып тігіледі. Бұны өзім тігіп жатырмын десең, мінекейіңіз барлықтарыңыз. Кейбір звондап бағасын сұрайды, қымбат қой дейді. Әрине қымбаттау қыламыз, өйткені бағасы кәдімгі партерный перделік велюрден тігеміз, матовый велюр, глянцевый велюр дегеннен тігеміз. Астарына сосын мынандай астарын үзбей тігіледі, үзбей тігеміз. Сосын барлық нелер мынандай қып зигзаг жасалады. Не үшін? Өйткені қаншетқамен материал болғаннан кейін сөгіліп кетпес үшін. Сөгіліп кетпес үшін осындай зигзагпен тігіледі. Сол қазір бұл енді екінші көрпешем, бірінші көрпешем тігіп болып неған, бұның енді астарын тігіп болғаннан тағы бір видео жасап көрсетем. Алатын ханымдар болса, хабарласыңыздар, если что. Қыз жасауына өте керемет дүние. Қазіргі таңда узор, қазақи узор деп жатамыз, бірақ осы бұрынғы әжелеріміздің шек құрақтары қазір сәндікке айналып бара жатыр. Бұл көрпешені мен мастер-класс алып оқығанмын. Жаңағы не дейтін еді? Люкс көрпеше деп айтады, люкс. Өте керемет. Жегіне қазір кант жапсырам, жегіне. Кант деген жылтырақ. Сосын астарын тігем, астары замок. Замок потайной замок емес, бестік замок. Бестік замок ол қалың болады. Замоктың жегін бәрін көмкеріп тігеміз, қанша жоса да сөгілмейді. Заказ беріңіздер, өкінбейсіздер.